Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бауырсақтың оңай рецептісін ұсынамын. Және өте қарапайым, үйдегі бар заттарды қосып жасай берсеңіз болады. Бауырсақтың жақсы көтеріліп, үлпілдеп, жұмсақ болып пісірудің мен ұсынған 4 құпиясын сақтай отырып пісірсеңіз, сіздің бауырсағыңыз ең дәмді және өте керемет, видеодағыдай шар тәрізді үлпілдек, ортасы қуыс болып, жақсы пісіп шығатын болады. Менімен бірге видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыз және мен ұсынған 4 ережені міндетті түрде сақтаңыз. Ең бірінші құпиясы бұл ішіне қосатын су мен сүтіміздің міндетті түрде жылы болуы. Сонымен қатар, егер сіз қаймақ, майонез немесе жұмыртқа қосатын болсаңыз, олардың да температурасы бөлме температурасында болғаны дұрыс. Барлығын жақсылап араластырып аламыз және үстіне ұнды қосамыз. Ұнымызды аз-аз мөлшерден қосып, жақсылап араластырамыз. Барлық ұнды бірден салып жібермеңіз. Себебі илеу барысында өзіңізге қиындық тудырмауы керек. Осылай аз мөлшерден салып, жұмсақ қамыр илеп шығарамыз. Егер осы рецептпен жасайтын болсаңыз, мен 1 кесе жылы су, 1 кесе жылы сүт, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы және 2 ас қасық сұйық май қостым. Барлығын жақсылап біріктіріп илеп аламыз. Жұмсақ қамырымыз иленген кезде үстіне 2 ас қасық сұйық май құямыз. Және сұйық майды құйып, қайтадан барлығын сұйық майымыз қамырға сіңгенше жақсылап илеп үстін басамыз. Қамырды илеп болғаннан кейін қамырымыздың бетін жауып, қамырымызды көтерілуге жібереміз. Қамырымыз көтерілді. Неге жұмсақ қамыр көтерілді. Енді осы қамырымызды тағы бір қайтара илеп шығамыз. 2 қайтара илеу бұл екінші құпиясы. Сондықтан ерінбеңіз, тезірек істеп тастауға тырыспаңыз. Қамырыңызды міндетті түрде 2 рет бастырып қойыңыз. Мінекей біздің екінші көтерілген қамырымыз. Енді осы қамырымызды өзімізге ыңғайлы етіп, бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Мен ыңғайлы болу үшін осылай 2 бөлікке бөліп алдым. Кішкене ғана ұн себеміз. Ұнды көп сеппеңіздер. Онда қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымыздың қалыңдығы 1 сантиметрдей болуы керек. Егер сіздің қамырыңыздың ортасы қуыс болып шыққан қаласаңыздар, кішкене жұқа етіп 1 сантиметрдей қылып жайсаңыз болады. Ал егер ортасының қалың болып піскенін қаласаңыз, қамырыңыздың қалыңдығын 2 сантиметр қылып жайыңыз. Осылай қамырымызды жайып шығамыз және форманың көмегімен немесе стақанның көмегімен домалақ форма жасап шығарамыз. Үшінші құпиясы бұл қамырымызды жаю барысында терезелер ашық болып тұрмауы керек, яғни жел болмауы керек. Себебі қамырымыз басылып қалады. Осылай формамыздан шығарып аламыз да майлықтың үстіне орналастырамыз. Барлығын орналастырып болғаннан кейін 10-15 минутқа қалдырамыз. Неге қамырымыз осылай үлкен болып көтерілді. Қызып тұрған майға пісіріп аламыз. 4-ші құпиясы, майымызды қатты отқа қыздырамыз. Одан кейін астын орташа отқа қоямыз. Орташа отта піскен бауырсақ майдың ішінде көтеріліп, өзінің формасын ұзақ уақытқа дейін ұстап тұрады. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Қып-қызыл, дөп-дөңгелек, ортасы қуыс, жұп-жұмсақ болып піседі. Тек мен ұсынған 4 ережені ұмытпаңыз.